Сәлем достар. Автоматтандыру және басқару бөлімінің 303 АЭС тобынан Абай атамыздың 175 жылдығына арналған өлең шумақтарын оқу челленджін қабылдап алдық. Ғылым таппай мақтанба. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге, бес нәрсеге асық бол, бес нәрсеге ғашық бол, адам болам десеңіз, тілеуің өмір алдында. Оған қайғы жесеңіз, өсек өтірік мақтаншақ, еріншек бекер малшашпақ, бес дұшпанын білсеңіз, талап еңбек терең ой, қанағат рахым ойлап қой, бес асылыс көрінсеңіз, жамандық көрсең нәпіратыл. Айтпа ғылым сүйсеңіз, сізге ғылым кім берер, жанбай жатып сөнсеңіз. Дүниеде өзі, малды өзі, ғылымға көңіл бөлсеңіз, білгендердің сөзіне махаббатпен сенсеңіз, ақыл сенбей сенбеңіз. Бір іске келсеңіз, ақсақал айтты, бай айтты, кім болса мейлі сол айтты, ақыл менен жеңсеңіз. Надандарға бой берме, шын сөзбенен өлсеңіз. Аят хадис емес қой, күпір болдың демес қой. Қанша қарсы келсеңіз, көп орында көріне айтпа, біздің сөзге еріңіз. Мұны жазған кісінің аты білме, сөз біл. Осы жалған дүниеден кешенде өткен не бол-бол, көсемде өткен не дүлдүл. Жақынның сөзі тәтті деп, жақыным айтты дей көрме. Надандықпен кім айтса, ондай түпсіз сөз керме. Сізге айтамын, хопым бол, өзің үшін үйренсең, жамандықтан жеренсең, ашыларсың жылма-жыл. Сөз мәнісін білсеңіз, ақыл мизан өлшеу қыл. Егер қисық көрінсе, мейлің таста, мейлің күл. Егер түзу көрінсе, ойлап құлаққа іл. Ақмақ көп, ақылдаз, тебе көптің сөзі пұл. Біз бұл челленджді колледждің оқушыларына, колледждің студенттеріне және барлық топтарға жолдаймыз.